Сәлем достар, сіздермен бірге жазып бүгін біз кітап оқу түсіретін боламыз. Алыншы видеоға кеттік. Go. Достар, оқиын деп жатыр. Екі жолға бір ән оқитын шығар. екі жұлдыз көкседі, төбемізден тұрып алып кетпейді. Абайдың 38 қара сөзін оқып берем. Күллі адам баласы қор қылатын үш нәрсе бар. Соның қашпақ керек. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық деп білемсің. Надандық білім ғылымның жоқтығын, дүниеде еш нәрсені оралсыз білім болмайды, білімсіз хайуан болмайды. Екіншісі күллі дүние өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласына дұшпан. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді бір жыртқыш хайуан хисабы қосылады. Достар, оқып болдым. Соқпа ойын бә? Достар, білім деген өлеңді бір шуман оқып берем. Кеттік. Білім деген байлық бар, еш байлық оған жетпейді. Жасыңа оқып жиып ал, тепкілесең кетпейді. Өртеңе ол күймейді, ұрлықшылар да тимейді. Жатып ішер жаманда, жалқауды ол сүймейді.